Алматы десе, бірден еске түсетіні тау және Шымбұлақ, Көктөбе, Көлсай, Қайыңды, әрине әлемге танымал Шарын шатқалы. Осылардың бәріне қалай аз ақшамен баруға болады, соның барлығын осы видеода көрсететін боламын. Соңына дейін қараңыздар. Алматыға мен пойызбен келдім. Түркістан Алматы пойызы. Билет бағасы 4600 теңге. Келген бойда қонақ үй іздедім. Booking арқылы жақсы қонақ үй тауып алдым. Бағасы 7600 теңге. Бір күнге. Жақсы жайлы қонақ үй. Booking сайты туралы видео бар каналда, қарасаңыздар болады. Екінші шаруа оңай картасын сатып алу болды. 500 теңге тұрады екен. Бұл картамен барлық автобуспен жүруге болады. Және Каспиймен оңайды толтыруға болады екен. Оңай картаңыз жоқ болса, автобуспен жүру 160 теңге, ал картамен 80 теңге. Ең бірінші болып Шымбұлаққа бет алдым. Медеу мұз айдынына дейін автобуспен жетіп алдым. Осы жерден канатный дорога арқылы кабинкаларға отырып жоғары көтерілдім. Бағасы әртүрлі. Бірінші комбо бар, екінші комбо бар. Солардың барлығына ценасы әртүрлі. Ең басындағы Шымбұлаққа дейін 4500 теңге жай күндері. Демалыс және мейрам күндері қымбат болады. Мен жоғарыға дейін және төмен түсу үшін тағы 4500 теңге төледім. Бірақ достар, үшінші биіктікке дейін, яғни Шымбұлаққа дейін 4500 теңгемен көтеріліп, төмен қарай өздеріңіз жаяу түссеңіздер де болады екен. Егер сіз қыста келсеңіз, Шымбұлақта шаңғы, сноуборд сияқты қыс қызықтарымен айналысуға болады. Ценалары әртүрлі. Ал жазда келсеңіз, жоғарыда көрініс осындай тамаша. Жоғарыдан Алматы өте кішкентай болып көрінеді. Ауасы бөлек. Нағыз келіп демалатын жер екен. Екінші биіктікте де, яғни комбо 2-де де кафелер, демалатын орындар бар екен. Осы жерде де көрініс өте тамаша. Осы көріністердің барлығын көріп, тауларды көріп, таулардың басына шыққым келді. Яғни бір пикті бағындырғым келді. Жалпы пик деген ол таудың шыңы. Бұл жерлерде 2000 метр, 3000 метр, 4000 метрлік пиктер бар екен. YouTube'дан қарап ең ыңғайлысын және ең жеңілін іздеп таптым. Альпинист емеспін ғой әрине. Пик Фурманова деген ең қолайлысы екен. Келесі күнімді сол пик Фурманова шығуға арнадым. Таң атпай автобуспен Медеуге келдім. Содан бастап жаяу тау басына шығу басталды. Өзіммен бірге су, аз-маз тамақ алдында бастым тауға. Жол өте ұзақ. Бірақ бірінші рет тауға шығып бара жатырған маған өте қызықты болды. $2500 метр жерде аспалы әткеншек бар екен. Бұл туралы естігенде шығарсыздар. Түс шамасында сол жерге жеттім. Түскі тамағымды ішіп алдым, әткеншекке ойнап алдым, жолымды ары қарай жалғастырдым. 100% айтамын. Түсу деген чепуха. Қаншама километр жүріп тастадық.
қалай шаршағанымды білсеңіздер. Шаршасам да таудың басына шығып, ең жоғарыдан төменге қарай қараймын деген ой мені жоғары қарай көтерді. Алматы. Таудың басынан қар көресіңдер ғой Алматыда. Міне осындай қарлар. Соның басында жүріп өшіміздер. Құттай қалды. Міне Пик Фурмановаға қазір мінеміз. Сөйтіп не керек, Пик Фурмановаға шықтым. Мен ойладым тау басына шығып отырам, төмен қарап деп. Кинодағыдай. Ал шын мәнінде олай болмай шықты. Жел деген қатты болды. Сені ұшырып әкететіндей болды. Мүмкін басқа күндері тынық болатын шығар әйтеуір. Мен мінген уақытта осындай болды. Мен шықтым әйтеуір деп ойылып талып 3053 метр. Пик Фурманова. Интернеттен қараңдар. Вид деген қандай? Вид деген базар жоқ мына жақта деген. Бүкіл таудың бәрі дәл қасында. Мен асын істедім әйтеуір. Фото, видеоға түстінде қайттым кері қарай. Кешкісін және екінші күні аяқ жаман ауырды. Ойладым, жүгіріп жүрген, спортпен айналысатын менің аяғым осылай ауырып жатса, көп қозғалмайтындардікі қалай болады екен деп. Сондықтан тауға шығам деп ойлап жатсаңыздар, 2-3 рет ойланып алыңыздар. Келесі барар жерім Көлсай. Көлсай Алматыдан 300 километр жерде орналасқан. Мен Инстаграмнан тур таптым, 20 000 теңгеге 5 керемет жерді көрсетеді екен. Бірақ маған соның екеуі ғана ұнады. Ең бірінші барған жеріміз Бартоғай су қоймасы. Это водохранилище Бартоғай. Оно было сдано в 1986 году. Приказом Кунаева в эксплуатации было создано на реке Черик. Черикской реке, а реку вы перейти. Просто көл. Қатты қызық болмады шыны керек. Екінші жеріміз Лунный каньон деген жер. Фото локация үшін жақсы жер екен. Басқалай просто жер. Үшінші жер сәл жүргеннен соң болды. Қара каньон. Менің ойымша жаңағы каньонның қара түсті жері деп ойлаймын. Дым қызық болмады. Төртінші жер Шарын шатқалы. Ал бұл жер каньон десе каньон екен. Айта кету керек, бұндай каньон әлемде тек қана 2 жерде бар. Америкада және Қазақстанда. Маған ұнады. Гидіміз кеттік демесе, мен әлі де жүрер едім осы жерде. Тамаша көрініс, тамаша жер. Лайк менен. Ал видео ұнап жатса, сіздерден лайк. Бесінші жер Көлсай. Басында көргенде ауыз кетті ашылып. Мұндай сұлулықты көру бір арман ғой. Жалпы Көлсай Тянь-Шань тауының сілкінуінен пайда болған екен. Көлсай, Қайыңды және 3-ші көл барлығы солай пайда болған екен. Осындай ғажап жерді көру бір арман ғой. Сөзбен айту мүмкін емес. Мұндай табиғат сұлулығын көзбен көру керек. Көлсайда қайық жалдап серуендеуге болады, ат мініп жүруге болады, түрлі саяхатшыларға, яғни туристерге арналған сервис түрлері жеткілікті. Қайықты жалдау бағасы 5000 теңге. Экскурсиядағы адамдармен бірігіп, бір қайықты жалдадық.
Таулы аймақта ауа райы өте құбылмалы. Ашық болып тұрып 5 минуттан соң бұршақ жауып кетуі әбден мүмкін. Сол рас екен. Осындай да қызықтар болып тұрады саяхаттау кезінде. Так, угадайте, мен қай жерде тұрмын? Мен мынандай жерде тұрмын. Андай болып жатыр. Гратон. Осы саяхат маған қатты әсер берді. Өте әдемі жерлермен. Көлсай шарын шатқалы рекемен менен. Кештелетіп Алматыға қайтып келдік. Бұйырса ертең тағы да қызықты жерлерге бару керекпін деп ұйқыға кеттім. Ертеңгі күн таңғы ас ішіп, орталық Азиядағы ең үлкен колесо обозрениеге бардым. Билет құны 1200 теңге. Ең биік нүктесінде Алматы мықты көрінеді. Алматы мықты көрінетін жер темасымен жүріп, Көктөбеге шығып кеттім. Көктөбеге шығудың екі түрі бар. Етегіне дейін автобуспен барып, немесе таксимен жақындап алып, ары қарай жаяу көтеру. Екіншісі канатты жолмен көтерілу. Бағасы 2000 теңге. Бір бағытқа. Бару және кері қайту 3500 теңге. Алматыға келгендердің барлығы Көктөбеге баратын шығар. Кешкісін барған жақсы екен. Романтика. Алматыға кеткен ақшамды санайық. Қонақ үй 7600 теңге 6 күнге. Тур Көлсайға 20000 теңге. Көктөбе мініп түсу 3500 теңге. Шымбұлақ 4500 теңге. Колесо обозрение 1200 теңге. 5 күн болдым, сонда тамағыма шамамен 30.000 теңгеде кетті. Сонда барлығын шамамен есептегенде 105.000 теңге кеткен екен. Осыған жолды қосыңыз, мысалы пойызбен Орал Алматы билет құны 10.700 теңгеге шықты, ертерек алғанда. Ал егер сіз жақын жерде орналассаңыз, сізге одан да аз шығуы мүмкін. Барлығы небәрі 125.000, 150.000 теңгеге бір жұмада жақсы демалып келуге болады екен. Одан қатты үнемдесеңіз, немесе көбірек ақша жойсаңыз да болады. Әрине ол өз қалауыңыз. Ал мен тек өз басымнан қанша ақша жойдым, соның барлығын сіздерге айтып, көрсетіп, бөлісіп жатырмын. Видео ұнаса достарыңызбен бөлісіңіздер, лайк басып сұрақтарыңызды комментке жазсаңыз болады, міндетті түрде жауап беремін. Саяхаттаңыздар достар, өйткені өзге жерде өткізген бір күніңіз үйде өткізген бір жылға тең әсер береді.